сондықтан да біздің қайыршымыз ғой енді бай елде тұрып қайыршымыз кредит, бір күндік нан, бір күндік ана саш, әйтеуір салбырап сүрініп әрең жүрміз ғой. Әрең жүрген халық 2 миллионды ақша екен деп қалмаңыздар. Ол 2 миллионмен бұлар обед шесілады бір жерге барып. Депутаттарың, министрларың. Сендер ақша екен демеңдер, олар обедте бір күн бүйтіп жұмсай салатын ақшалары. Сондықтан да ол 2 миллион қалданып қалмаңыздар. Айтады ғой, молда қаптаса, қойшы қаптаса қой арам өледі деуші ме еді? Сондықтан да бұл 2 миллионды мына біздің халыққа мынандай дәу сума болып көрінуі мүмкін. Рахмет, аманат. Бірақ соның өзінде сіздер алданып қалмаңыздар. Қайыршы халықпыз ғой енді. Түк көрмеген біз өтірік айтпай қояйын. Иә? Ойбай, керемет екен деп, вперед деп ана контрактқа жүгірмеңдер. Ертең сол 2 миллион жарайды сен контрактқа отырып алдың де. Ертең через не могу, через не хочу сен соғысқа жіберсе, сен сол жерде өліп кетсең армансыз. Ал егер сен өлмей мүгедек жармес болып қалсаң, сен масылсың, сен бір отбасыңа. Өз бала шағаңа масыл боласың. Отырады, өйткені 2 миллион деген оларға ай, керемет қой. Керемет деп көрмеңдер, 2 миллион деген көттерін сөз шасалады біздің депутаттар, министрлар. Қазір қазақтың жағдайын әдейі осылай неге қысып жатыр да, қыспаққа алыпшы, халықтың жағдайын төмендетіп бар ғой. Қазір халық кредитін төлей алмайтын жағдайға жетіп жатыр уже почти что. Потому что халықтың 90% кредитте отыр, продукты питанияны жаңа неге алып отыр? Кредитке, то есть кредитке реально алып отыр, жаңа Каспиретке, Магнумға барып. И содан кейін ертең осындай тығырыққа тіреліп тұрған халықты бар ғой. ОДКБ шақырып жаңағыдай жылдар барма келетін, біз ешкімді заставить етпейміз, соғысқа баратындар пожалуйста келіңдер, 5 миллионнан береміз десе, мына жерде тобырдың бәрі жиналып барады. Даже соғысат бір-бірімен төбелеседі. Қатыр қара, мен уже достоверный, недостоверный контрактқа 2 миллионнан деп естідім. Құлағым шалып қалды. Бірақ қара, мына бейшара қайыршы халыққа 2 миллионды дәу сума болып көрінеді. Жарайды, 5 миллион деймеш, 5 миллион. Потому что орыстардың өздеріне 6 миллион төлеп жатыр. Біздікіне 5 миллион берсе біздің тобырға. Очередьте тұрып бар ғой, ана мен бірінші барам деп төбелеседі, ана палауға таласады ғой, ана тегін палауға. Сіз өзіңіз логикаңыз бар ғой, негізі жынды емессіз, мен білемін, сізді танимын. Сіз ойланып көріңіз, тегін палауға төбелесіп таласқан халық бар ғой, кеше тегін ана концерт шығып төбелескен тобыр халық, сіз 5 миллион үшін төбелеспейді деп отырсыз ба? Очередьте кезекте тұрып бар ғой, төбелеседі бір-бірімен. Мен барам деп. Мен уже мына тобыр халықтың уже атиды ойшып алдым негізі. Енді көріңдер ма, мен енді 5 миллионым қайта сен кішкен бұлардың бағасын көтеріп жатыр екенсің. 5 миллион, деп 5 миллион емес, 2 миллион деп айтып отырмын ғой. Бұлай қарап тұрсам 2 миллионыңға тоже кажется самая жүгіріп бірінші очередьке бармақшы. Енді ойлап қарасам, бұның бәрі тыныш отыршы, былай қарай баршы. Бұның бәрі бесплатный, только мышеловки дейді ғой. Бесплатный ешнәрсе, тегін ешнәрсе жоқ. Тек қақпаңда ғана. И то мен сен өміріңді или сол жерде өлесің, или инвалид боласың дегенсіз ғой. Шыққанға да сендер өздерің қараңдаршы. Қақпанға кішкентай бір нәрсе қоясыңдар ғой, чтобы оған түсіп. Тегінен ол жерге бармайды ғой. Сондықтан да қара халықты қалай қыру? Мен бірінші осылай қыру. Ол 2 миллион сенің қолына тимейді, ол бәрібір. Оны ұстап үлгере бөлесін, ұстамай үлгермей өлесін деген тема ғой. Бірақ, қараңдар, барып жатқан саңдарда да инвалид болып қайт келмеңдер, сол жақта өлуге тырысып қалыңдар. Инвалид сен қатыныңа, бала шағаңа масыл боласыңдар. Өйткені инвалид адамды бағу мүмкін емес, оңай емес. Оның дәрі-дәрмегі бар. Ол ауыршан адам деген, инвалид адам деген оны расында қиын ғой. Әнес әскерден келген ана қаңтардағы ана кісіні енді аттарын бүйтіп өздерін түсініп отырсыңдар ғой. Сол кісілерге қарап, расында жүрегің ауырады,
ол только өзі ғана неметпейді. Ол келмейді инвалид болып. Қазір добивать етіп жатыр уже. Инвалид деген жоқ қазір, ол жерде сразу добивать етеді сол жерде. Ол инвалид болып келмейді бері қарай. То есть ол үкіметке шығында лишний. Оған жаңағы пенсия беру керек, не қылу керек. Ол лишний шығын қазір сол жерде прямо басына атады, өзінің адамдар атады. Өзінің адамдар ана видеоларды қарасаңдар, көп ондай видеолар добивать етіп тастайды өзінікі, чтобы ана сондай приказ беріп қойыпты оларға, не инвалид болып, жаралы болып келмеу керек. Добивать етеді, сол өзінікі сразу сол жерде. Болды. Болды не? 2 миллион, 5 миллион сені қолына ұстатады, ұстатпайды, еще гарантия жоқ. Сосын бар ғой, мына груз 200 болып бар ғой, ол еліне келмейді. Не үшін келмейді деп, потому что ол да шығын, короче, оны бері қарай пакетке орау керек, не қылу керек, әкелу керек, ол шіріп кетеді, не қылады, цинкқа орау керек. В общем, ол целый жаңа не растрат и уақыт көп алады да, короче, не? И ол ондай керек емес. Ол не істейді? Үстіне мына жатқан жеріне бір Хаймерс келіп, жаңа Хаймерстің несі ракетасы келіп құлады дейді да, и ол жерде күлі де қалған жоқ дейді, болды. Или жаңағыдай баяғыда болды ғой, жаңа бесследный исчез соғыста. Тура сондай қылады, болды. В общем, жоқ дейді, болды, таппай қалдық дейді, болды. Ана ертеңнен бастап әскери техникалар қозғала бастайды, қозғалыс болады. Ана аэропорттарда самолеттер кешігіп ұшады. Осындай ұлы отан соғысының керемет. Ей, ұлы отан соғысы не керек бізге? Украина ма дейді? Украинаға емес. Сені Путлиннің қолтығын иіскеп жүргенсіңдер ғой бұл қазақтар. Иванғали ше? Сол Иванғали берген уәдесін өтірік ұлы отанның соғысы 80 жылдығына арнап, өтірік қазірден бастап, майғайда марттың 13-нен бастап жатыр дейді. Енді мысалы, ертеңнен бастап передвижение басталады дейді. Ал енді сендер саналарындарға ойладыңдар, еще контрактпен 2 миллион военныйға дейді. Ол военный емес, сен ары қарай сразу аттандырып жүрсің, Аллаху акбар тойын сразу жасап жүреді осы жерде. А еще сол 2 миллион элементарны сен қолына тиеді-тимейді білмеймін. Енді кейбіреулер бар ғой, жанұсыралар бар, қашып келіп, бүйтіп жататында, мысалы енді. Инвалид болсаңдар, келмей қойыңдар деймін, семьяларыңа масыл болмаңдар деп жатыр да. Мен сізді шын айтам түсінбей отырмын да, сіз аяп отырсыз ба, или қалай? Мен лично өзім мына тобырды аяп отқан жоқпын. Негізі азайған дұрыс, негізі бұндай тобырларсы. Мен аяймын, сен аямайсың. Мен аяймын, ол менің қазағым. Алдап кетсе де, өтірік айтып кетсе де, қорқақ болса да, ол менің қазағым. Мен басқа қазақты қайдан табамын, сен қызықсың. Маған қазақ қымбат. Бұлар мені бағаламаса да, мен бұларды бағалаймын. Мен айғайлаймын, боқтаймын, намыстарына тиін сөз айтамын, бірақ мен бұларды өлімге де қимаймын, жамандыққа да қимаймын.